Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен 1688 сайты арқылы жаңа затты қалай іздейміз, сол жөнінде сөйлесетін боламыз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться деген батырманы басып каналыма жазылып кетіңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен каналымда 1688 сайты жөнінде және Taobao сайты жөнінде пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Егерде сіздердің сұрақтарыңыз болса, оны комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Видеолардың жиі шығып тұрғанын қалайтын болсаңыздар, каналыма жазылып, лайк басып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Осы жерде мен сіздерге видеода көрсетіп жатырмын. Осы жерге басатын болсаңыз, ең соңғы сайтқа жүктелген заттарды көре аласыздар. Яғни жаңадан шыққан заттарды. Қытайдың сайты көбінесе жаңадан шыққан заттардың барлығын міндетті түрде істеп шығарады. Және де сапалары да жақсы болады. Сондықтан осы жерден өзіңізге ұнаған заттарды қарасаңыздар болады. Егерде сіз бұл жерден өзіңіздің ұнатқан затыңызды таба алмаған жағдайда, сіз сурет арқылы, немесе QR-кодты сканировать ету арқылы, немесе осы поисковикке жазу арқылы өзіңіздің іздеген товарыңызды таба аласыздар. Оларды қалай іздеу керек, қалай табу керек, оны келесі сабақтарда мен сіздерге түсіндіретін боламын. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Егерде видеоның жиі шығып тұрған қаласаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.